Бәріңе сәлем киносүйер қауым. Сіздермен бірге киношолу арнасы. Бүгін біз 2015 жылғы шыққан «Брызги любви» фильміне шолу жасайтын боламыз. Дан есімді орта мектеп оқушысы нөсер жаңбырда сабаққа бар күшімен жүгіріп келе жатып, түпсіз шалшыққа құлап, бізді тікелей математика сабағына апарады. Онда ол 3-ті 6-ға көбейте алмай, мұғалімді оның миына массаж жасауға мәжбүр етіп, сабақтың қалған бөлігінде қоңырауды күтеді. Түнге жақын Дан телешоуды көріп отырған кезде, анасы уақытты құр кетірмей сабаққа бөлуді сұрайды. Дан қатты ашуланып, досымен караокеге бару үшін дереу заттарын жинайды да кетіп қалады. Дан құрбысына оған тек уақыт жетіспейтінін, егер ол жоқ болып кетсе, бұл ең керемет нәрсе болатынын, және адам өмірі қалай емтихандарда тәуелді болатынын түсінбей, миы қатып қайғыруда. Жаңа күн басталды. Бүкіл ел бойынша негізгі емтихан өтеді. Дан үйінен барынша тез жүгіріп шығуда. Алайда анасы қызын қолдаудың орнына, егер ол сынақтан сүрінсе, басқа мүмкіндік болмайтынын айтады. Бірақ қазірдің өзінде автобуста бәрі тәртіппен шыға бастайды. Біріншіден оқулықтар құлап кетеді. Содан кейін қолшатыры толығымен жоғалады. Бұл күйінде ол емтиханға барады. Егер ол емтиханнан өтпесе, оның жағдайы не болады деп үнемі ойланады. Ақырында ол жай ғана сабақта отырып, Құдайдан оны жоқ қылып жіберуін сұрайды. Кенеттен барабан дыбыстары естіліп, шалшыққа ежелгі дәуір көрінеді. Дәл қазір жергілікті басқылар жаңбыр жаудыруда. Ештеңе болмайтынын түсінген патша барлығына тарап кетуді бұйырады. Бірақ бірер минутта қазаннан Дан шығатынын ойламады. Патша одан кім екенін, мүмкін гоблин деп қызығушылық танытады. Бірақ ол өзіне орта мектеп оқушысы деп айтады. Бірақ бұл корей тілінде жаман нәрсеге ұқсайды. Сондықтан күзетшілер оны бірден қоршап алады. Бірақ монахтардың бірі барлығын тоқтатуды сұрайды. Себебі ол қыз жаңбыр шақыры алуы мүмкін. Әрине қыз өз рөлін ойнай бастайды. Ақырында қашып кетуге және шкафтардың біріне жасырынуға тырысады. Онда ол басқа киімді киіп тағы да жасырын режимде жолды жалғастыра тақ бөлмесіне кіріп келеді. Онда патша бұдан былай тек ғылымды сүйенуді айтады. Бірақ Надияның бірі бұл олардың тарихына қайшы келеді. Ал наным сенімдер бойынша құрғақшылық билеушінің мұрагері болғандықтан ғана болады деп айтады. Біткен бойда Дан телефонын алуға барып, Чо деген қарапайым күзетшінің тұзағына түсіп қалады да, ол арқылы Данды патшаның алдына апарады. Ол қыздың осындай сиқырлы тап алуына өте қызығушылық танытады, және мына суретті қай жерде жаңбыр болып жатқанын сұрайды. Әрине, Дан оған жаңбырдың көмегімен келешектен келгендігін түсіндіруге тырысқанда, король селфи жасап сиқырға үрейленеді. Дан қолын құтқару үшін арифметиканы білемін деп айтуы керек. Сосын оған катет пен гипотенузаның ұзындығын табу үшін бірден 2 күн беріледі. Корольді таңқалдырған Дан бірден шешуге кірісіп, бірнеше минут ішінде жауап береді. Бірақ патшаны басқа сұрақ қызықтырады. Болашақта математиканы шешу үшін бәрі инвух болу керек па, деп сұрайды. Егер ол сонша ақылды болса, бұйрық бойынша енді ол патшаға өз білетін нәрселерді үйретуге міндетті. Қыз тапқан ақшасына бірден үй жалдайды. Алайда ол жерде тек 1-2 тышқан мен гаршок бар екен. Келесі күні оған ер адамдар киетін киім береді. Себебі оның қыз екенін білмейді. Біраз уақыттан кейін дуэт жасаған әр қателігі үшін шалбан беруді ұсынып, сабақтарын бастайды. Алдағы бірнеше күн осылай жалғасады. Рас, Данның қолшатыр ұстауға күші жетпейді. Бірақ патша ештеңе айтпайды. Оның орнына бомбаға өте ұқсас Нигерияны алады. Сондықтан оны қорқып терезеден лақтырып жібереді. Бірақ әрине ештеңе болмайды. Содан кейін қолыңызға қаламды алып шпаргалка жасауға болады. Емтихан басталады. Келесі шалбан. Бірақ мұны күзетші ұнатпады. Алайда патша алдамауын сұрады. Емтихан жалғасты. Бірақ оларды ханшайым бұзады. Және патшаның әйелі Данға ұқсас көрінеді. Ас ішетін уақыт. Бірақ патша Данның ішінен күңкілдегенін естіп, бірден барлығына Данды тамақтандыру үшін кетуді бұйырады. Сондықтан ол аспаздық ташырақ шедеврін дайындауға ерікті. Енді ол патшаны мазақтап жатыр. Бірақ бәрібір бөлісуде. Керемет дәм тіпті ашылық оны тоқтата алмады. Келесі күні ол ашы тамақтың барлық зардаптарын мойындады. Ал қазір Дан патшаға тіпті биологиядан сабақ үйретеді. Және оған жүрегінің қалай соғып тұрғанына қызығып, Данды қашуға мәжбүрледі. Енді біз дәрігерлердің классификациясын жақсарту үшін жергілікті мұртқа келдік. Және көп селфи жасауды ұмытпа. Бір күні патша футбол ойнауды сынады. Бірақ Данда басқа ой, патшаны мазақ етіп, одан қашу. Өйткені патшаларға жүгіруге болмайды. Біраз уақыттан кейін патша оған шындықты айтуды бұйырады. Бірақ оның сыртқы түрі туралы емес, жасырын мандарин туралы. Содан кейін қыз оны осында күтуді сұрайды.
патша жүрек соғысының жиілегенін сезіне бастайды. Дұрыс, өз адамын кездесе жүрегің тез соғады деген сөздерді есіне түсірді. Бұл кезде күзетшілер патшайымға келуі үшін патшаның тамағына арнайы дәрі араластырып қояды. Келесі күні патша Данға жаңа үй қарауды ұсынады. Бірақ қыз түсінбейді және олардың әңгімесін тағы да патшайым бұзады. Себебі арнайы тағамды патша емес, Дан жегеніне күдіктенбелі еді. Себебі Дан тығылған жерден шыққанша ханшайымнан киінуін сұрайды. Дан жай ғана патшаға қол созып, ол оның жүрегін тез соғуға мәжбүрлейтінін айтады. Бірақ патша жай естімеген күй танытуға тырысады. Рас, ешкім сезімді жоққа шығарған жоқ. Бірақ ерік жігер күштірек. Дан сауығып кеткен бойда патша оны үйіне шығарып салып, дос болуды ұсынады. Және Дан қуана келіседі. Бірақ ниндзялардың біреуі оларды бақылап отырады. Ал билік адамдарына қызды жою идеясы келеді. Өйткені оны Чо алдап кетті. Бірақ патша онсыз олар табысқа жете алмайды деп сендіреді. Сол күннен бастап оған сарайға келуге тыйым салынды. Және патша өмірінің маңызды бөлігін жоғалтқандай болды. Сол себепті ол өзі келуге шешім қабылдады. Бірақ оның жолы болмады. Өйткені қыз ұйықтап жатып оны көре алмай қалды. Тек қағаздағы күлкі ғана. Патша күн сайын Дан туралы көбірек ойланып, онсыз өмір тым қызықсыз екенін түсінді. Кенет жаңбыр жауа бастады. Яғни қыз патшалықтан кете алады. Патша бірден қызды іздеуге жүгіреді. Алайда ол шалшыққа қадам басып патша үлгермей қалады. Бірақ сарайға қайтса қыз оралған болып шықты. Ол өз тапсырмасын аяқтау үшін келген болды. Патша одан тек бір нәрсені қалайды. Қыздың қолын жүрегіне қойып, оның өзіне қаншалықты қымбат екендігін білдірді. Бірақ қыз келіспеді және оны құтқаруды шешеді. Чо оның жігіт емес екендігін жақсы біледі. Ол қызды атқа отырғызып, шапқызып жібереді. Ал өзі көп сарбаздармен шайқасады. Жігіт патшайымды кедергі келтірмес үшін алып кетеді. Келесі көріністе патша мен қыз кездесіп сүйіседі. Кеш батады. Патша қыздың мұнда қалай тап болғандығына таңғалады. Жұлдыздарға қарап отырып, оны жақсы көретінін түсіндіреді. Қыз да шоколад арқылы оған деген сезімін айқындайды. Бірақ ол болашақта анасы қалып қойғанын есіне түсіреді. Таң атады. Қыз бұл әлемде құрғақшылық бір шөптің кесірінен болатынын түсінді. Патша барлығының алдында оны кешіргенін айтады. Бұған оның вәзірлері риза болмайды. Бірақ оған бәрібір. Қыз екеуі тағы да математика сабағын оқып отыр. Дан патшайымға лапша дайындап береді және суретін дұрыстауға да көмек береді. Бұдан соң оған мәртебе беріледі. Ол енді патшаның қызметшісі. Енді оны түн күтіп тұр. Патша оның қыз екендігін басынан ақ білдім дейді. Екеуі бұл түнге асықпайды. Жай ғана бөлек жатып ұйықтайды. Келесі күні патша қызға айтатын сөздерін дайындап жатады. Дан патшаның анасын көріп, жылап жібереді. Себебі ол тура өзінің анасындай бет-келбетті бірдей еді. Патша Данға мектеп бөлмесін көрсетіп, сол жерде шаш қыстырғыш береді. Және осында мәңгі қалуды өтінді. Бірақ қыз оған қыстырғышты қайтарып беріп, өзінің болашаққа қайтатынын айтады. Патшаға қаншалықты ауыр болса да, ол қарсы келмейді. Ол кете салысымен Данды біреу таяқпен ұрады. Бұл патшайымның ісі, бірақ патшайым қатесін түсінеді. Себебі ол оған құрбыдай болып кетті. Кенет мектеп өртеніп кетеді. Патша бірден Данды құтқаруға ұмтылады. Бөлме арасында талып жатқан оны құшақтап жылай бастайды. Патша енді сатқынды іздестіреді. Тірі қалған Дан сатқынды бірден таниды. Бұдан соң ол өзінің достарымен қоштасып, жауын жауғанда болашаққа тап болады да сабағына келді. Кейін ол көшеде әлгі ханзаданы кездестіреді. Фильмнің соңы. Сіздермен болған киношолу арнасы, келесіде кездескенше.